ақпаратты визуализациялаудың графикалық құралдарын пайдалана отырып, диеталық мекемелер мәселелерін талдау негізде аллергенді ескере отырып, қонақ үй жанындағы мейрамхана арналған тағамдарды ұсыну онлайн жүйесін әзірлеу керекпіз. Бізге ағай нұсқалық берді. Байқадыңдар ма? Нұсқалыққа қарап. Ең алдымен біз кең таралған тағамдық аллергендер мен диеталық шектеулерді зерттеу керек. Яғни аллерген түрлерін қарап, зерттеп, ақпарат іздеуіміз керек. Содан соң отель жанындағы белгілі бір мейрамхананың мәзірін талдап, және арнайы диеталық қажеттіліктерге сәйкес келетін тағамдарды анықтау керек. Және содан соң тағамдарды шектеу түріне байланысты санаттарға бөлеміз, яғни глютенсіз, жаңғақсыз деген сияқты. Сосын ақпаратты визуализациялауға арналған құралдарды қолданып, визуалды түрде құжат жасау керек. Және соңғы әрбір тағамның қысқаша сипаттамасы мен аллергендер туралы ақпаратты қосуымыз керек. Солай біз презентация немесе видео жасауымыз қажет. Кең таралған тағамдық аллергендер дегенде, значит, біз бірінші аллергендер түрлерін анықтап алуымыз керек. Оларды кестеге бөлінген. Кең таралған аллергендер түрлерін алып. Бірінші онда қала іздеуіміз керек қой. Аллергендермен қай қала көп ауырады. Соған қалай көріп таңдау керек отель мен мейрамхана. Жалпы аллергендер сайттарынан іздегенде ең көп таралатын 14 түрі бар екен. Сол 14 түрін алсақ болады. Бірінші США-дан қарап көрейік. США-дан, ақш-тан, Нью-Йоркті көрейік. Мен ойымша, мен бұны негізі ойландым ше, Таймс Сквердан қарасақ, өйткені ояқта выбор көбірек болады. Қонақ үй да бар, ресторан түрлері де көп. Сол жақтан бір қарастырсақ, біз бүйтейік онда, үшеуміз сол қонақ үй мен мейрамхананы іздестірейік, оның менюін талдайық. Сіздер аллергендер бөле аласыңдар ма? Еще бізге диетаның түрлерін тоже жазу керек. Тәжімді қарайық. Тағамдар шектеу түріне байланысты санаттарға бөлу керек екен. Глютенсіз деген сияқты. Жаңғақсыз, сүт өнімдерсіз, лактозасыз барлығы. Арғай визуализация, сол презентация құжатты бірге жасаймыз да. Бізге қонақ үй жанындағы мейрамхана делінген. Қазір в принципе, Нью-Йоркта былай тізім бар екен. Қонақ үйлердің Лума, Хотел, Таймс Сквер. Көреміз, TripAdvisor'дан қарап жатсың ба? Жұлдыздық жүйесі 4-8 екен. Толық оңай болады десе барлығы идеально болса. И осының жанында қандай қонақ үйлер, мейрамханалар бар екен. Хэмптон Инн деген итальянская кухня бар екен. Итальянский әзір болмайды ау. Егер біз ақш-тағыны талдайын десек, итальянская кухня емес, бір ақштың кухнясы. Более распространенный лауыр. Тони дегенді қарасақ ше? Тони дегенді қарасақ, негізі болады, по идее. Общая кухня сияқты ғой. Менюсын қарап көрейік осынан. Қазір соққан қарағанға сияқты. Біз менюдің бәрін талдаймыз ба, ол жерде? Тек аллергендік иісі барларын ғана ма? Солай алғанымыз дұрыс болады. Бөлесіңдер ау. Бірақ ағай жіберген нұсқаулықты қараймыз. Мына тағамда жаңғақ соусы бар. Барлығы да кестеде? Тек андай бар жоқ қана жазылған да? Или кестеге бәрін жазып? Тағамдардың бәрін ба? Иә, бәрін. Сосын мына тағамда лактоза бар, глютен бар. Менюді алып, бірақ толық жазбай қойсақ. Оның алдында отчетте жаңағы таралған түрлерін жазып кете керек. Шетелдің менюін алсақ, біздер қазақ тіліне аударуымыз қажет барлығы. Бізде кестеде тұра берсін, но отчетқа жазатын кезде Тонис Ди Наполи деген мейрамханада андай кеңейтілген мәзір. Осыны бөліп қарастырсақ қиын болмай ма? Жоқ. Солай дұрыс болады. Бұны қалай категорияға бөлеміз, типа аллергендік несі бар? Біреу сусындарды. Бірақ бүкіл мәзір нақты өткен қатты кең екен да. Барлығы емес. Бір 3-4-еуін, надан 3-4-еуін деген салаттан 5 жоқ, нақты салат аз екен. Өзі. Әр бөлімнен бірнеше тағамды алып, солай
тағамымызды шұқылаймыз. Мамырақой бола ма? Ой, болмайды сияқты ма? Қалай? Бүкіл менюді таңдау керек. Нұсқаулықта бүкіл меню деп тұрған жоқ, диеталық ерекшеліктері бар тағамдар деп тұр. Онда әрқайсысын іздеуіміз керек шығар. Иә, меню құрамын қарастырып, содан соң таңдауымыз керек. Мен ойша күшті меню таңдадық екен. Пастасы да бар, фастфуды да бар ше. Бұдан көп шығады ғой, лактоза, глютен шығады. Бірақ негізі осындай менюлар еуропалық стандартқа сай болу керек қой. Еуропадан қарап көреміз, может быть. Иә, Еуропадан да. Ақштан да. Бұл ақшты таңдадық біз қазір. Еуропада ең аллергиямен ауыратындар қай мемлекет екен? Германия? Германия шығар. Солай деп ойлаймын мен. Қазір Там медицина дамыған. Қарап көрмеші. Негізі қонақ үйлердің выборы көбінесе Берлинда екен, иә? Берлин қаласында. Берлин қаласында аллергенмен адамдар көп пе екен? Сұраныс бар ма екен оларда? Туристік орын адам көп баратын болған соң неше түрлі мәселелер болатын шығар, иә? Не, мүмкін. Вопард қаласындағы Баудобриджа қонақ үйі жақсы сияқты. Соның жанында мейрамхананың түрлері көп екен, иә? Менюны ашашы. Менюны қазір. Менюны талдағанға қалай болады екен? Менюда бәрі Күшті мынау. Салат түрлері көп екен. Астында жоқ, паста нелерді тоже көрейік. Әмді барлығы бар екен. Осын талдағанды қайтаға күшті нелер болады. Десерттері де бар екен. Сусындардың түрлері бар. Талдаймыз осыларды. Иә,